Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен вупи пай тортын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 15 грамм разрыхлитель, 20 грамм какао, 200 грамм ұн, 4 жұмыртқа, 80 грамм сары май және 1 Қазақстан шоколад, 170 грамм құмшекер қажет. Какао менде малайзийский. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, үстінен құмшекерімізді салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Әппақ көбік болғанша араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан вупи пай торты. Одан соң құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызды, разрыхлителімізді, какаомызды салып араластырып аламыз. Сары майымыз бен Қазақстан шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Одан соң ұнымызды жұмыртқамыздың үстінен бөліктерге бөле отырып, електен өткізіп, салып миксерлейміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізу қажет. Тағы да ұнымызды салып миксерлейміз. Ұнымызды 3 бөлікке бөлемін. Одан соң үстіне суытылған сары майымыз бен Қазақстан шоколадымызды құямыз. Тағы да бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Осындай масса пайда болады бізде. Өте жұмсақ, өте нәзік. Келесі біз пергамент қағазымызға формамызды сызып аламыз. Менде 23 сантиметр. Оған 4 корж шығады. 4,5 қасықтан саламыз. Салып болғаннан соң бір келкі етіп, топ-томалақ етіп, осылай жайып шығамыз. Осылай жайып болғаннан соң, қызып тұрған пешімізде 220 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Осылай шпажка тығып көру арқылы піскенін байқаймыз. Менде осындай 4 корж шықты, өте жұмсақ. Одан соң жан жағындағы артық қамырымызды осылай кесіп аламыз. Осылай 4 коржымызды да кесіп дайындап аламыз. Келесі біз кремін жасаймыз. 350 грамм сливкиімізге 150 грамм құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай болған кезінде үстінен 400 грамм творожный сырымызды саламыз. Жақсылап тұрып бір келкі масса болғанша, өзінің формасын ұстап тұрғанша миксерлейміз. Міне осындай бізде крем шықты. Енді осы кремімізді пищевой пленкамызға салып, вупи пайымыздың шариктерін жасап шығамыз.
Осылай шариктерін жасаймыз. Ақырындап, асықпай. Мені қолдап кетуді ұмытпаймыз, достар. Лайк басып, комментарий жазып, любой смайлікпен бағасын беріп кетіңіздер. Осылай барлық шариктерімізді шығарып аламыз. Ортасына осылай етіп жағамыз. Келесі кожымызды үстінен қойып, тағы да шариктерімізді шығарып, барлық қамырымызды осылай жасап шығамыз. Ең беткі қабатына 50 грамм сливки мен 1 Қазақстан шоколадты ерітіп, осылай құйып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформлениесін жасайсыздар. Одан соң холодильникке 3-4 сағатқа салып қою қажет. Бір түнге қалдырсаңыздар, тіптен жақсы болады. Осымен біздің вупи пай тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.